Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 66 сабақ. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Антоним дегеніміз не? Біз бұл тақырыптан антоним сөздерді ажыратамыз және де сөйлеуде қолданатын боламыз. 5-ші жаттығу өлеңді оқы. 2 қол. Қол жуғыштың қасына келе қалды балақан. Ысқылады асыға алақанды алақан. Ысқылады асыға оң қолменен сол қолын. Ысқылады асыға сол қолымен оң қолын. Қарап еді сосын ол тап-таза деп қуанды. Қандай жақсы 2 қол бірін-бірі жуады. Өлең не туралы екенін айтты. Өлең 2 қол туралы. Өлеңдегі оң сол сөздерін айтылуы мен білдіретін мағынасына байланысты салыстыр. Ол сөздердің мағынасы бір-біріне жақын ба, әлде қарама-қарсы ма? Оң қолымыз сол қолымызға, сол қолымыз оң қолымызға қарама-қарсы орналасқан. Сондықтан да бұл сөздер бір-біріне қарама-қарсы сөздер болып саналады. Келесі 6-шы жаттығу. Мақал-мәтелдерді көшіріп жаз. Озған мұрат, қалған ұят. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Мақалдардың мағынасын түсіндір. Мағынасы қарама-қарсы сөздерді тап. Бұл жерде мағынасы қарама-қарсы сөздер озған, қалған, дұшпан және дос. Келесі бізге берілген ережеге тоқтала кетсек. Тілімізде мағынасы қарама-қарсы сөздер кездеседі. Мысалы, ақ-қара, арзан, қымбат мұндай сөздерді антоним сөздер деп атайды. Берілген ережені мұқият оқып, жаттап аламыз. Келесі 7-ші жаттығу. Антоним сөздерді бір-бірімен сәйкестендір. Бұнда бізде 2 бағанда сөздер берілген. Бірінші бағанда ащы, қалың, ұзын, ерте, терең. Ал екінші бағандағы сөздер кеш, қысқа, тұщы, таяз және жұқа. Енді осыларды бір-бірімен сәйкестендірейік. Яғни антоним қылайық. Ащы, тұщы, қалың, жұқа, ұзын, қысқа, ерте, кеш, терең, таяз. Осылайша дәптерге қатесіз әдемілеп жазып аламыз. Келесі бізге берілген ережеге тоқтала кетсек, антонимдер мақал-мәтелдерде жиі қолданылады. Мысалы, көз қорқақ, қол батыр. Ең тәтті де тіл, ең ащы да тіл.
Келесі 8-ші жаттығу. Бос түргөздерге олардың тұсындағы сөздің мағынасына қарама-қарсы сөздер тауып жаз. Ескі – жаңа, жақсы – жаман, жарық – қараңғы. Осылай дәптерге қатесіз әдемілеп тұрып жазып аламыз. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Әрбір жазған пікірлеріңізге, комментарийларыңызға міндетті түрде жауап беретін боламын.